Қан құрамын қалай жақсартуға болатынын дәрігерлер айтты. Қанның құрамына не әсер етеді? Тамақтану. Біздің ағзамыздың негізгі сұйықтығының құрамын жақсартатын бірқатар өнімдер бар. Бұлар қызыл және қызғылт сары түсті көкөністер мен жемістер, қызылша, өрік, сәбіз, жаңғақтар, бал мен теңіз балығы. Қалақай мен бақбақ шөптерінің қайнатпалары қанды жақсы тазартады. Сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу, су, жасыл шай, шөп қайнатпалары, жеміс сусындары қанның қоюлануын төмендетіп, осылайша қан айналымын жақсартады. Жаман әдеттер. Алкогольді көп мөлшерде ішу және темекі шегу қан көрсеткіштерін нашарлатуы мүмкін. Сондай-ақ, егер сіз қан тапсырудан бір күн бұрын ішімдік ішсеңіз, донор бола алмайсыз. Аурулар. Бұған жұқпалы, онкологиялық және басқа да аурулар жатады. Және тіпті денедегі әртүрлі қабыну процестері қан көрсеткіштерін нашарлатады. Мұндай ауруларды уақытылы тексеруден өтіп, емдеу қан көрсеткіштерін қалыпты ұстауға көмектеседі.